Баршаға сәлем, Миратрикске қош келдіңіздер. Мейрам жақындап келе жатыр, және де соның қарсаңында бүгін бір болашақта аты аңызға айналатын бір әйел туралы айтқым келеді. Ол Мэг Райан, 90-шы жылдардың басты жұлдызы, және де романтикалық комедиялардың ханшайымы. Кеттік. Мэг Райанның шын есімі Маргарет Мэри Эмили Энни Хайра. Ата-анасы баланың атын кім деп қоямыз деп спорласады, бұлар спорласпай ойына келген аттардың бәрін қойып тастаған сияқты. 61 жылы дүниеге келеді, және де қазіргі уақытта 61-де сондай бір қызықты факт. Әкесі математик еді, шешесі 4 баламен үйде отыратын әйел. Бірақ ол үйде отырғанымен ішінде бір арманы болатын, және де сол Мэг Райан 15-ке келген кезде шешесі сол арманын қуып, үй үшін бәрін тастап, Лос-Анджелеске кетеді, мен актриса боламын, мені іздемеңдер дейді, үйден кетіп қалады. Және де мамасының орнын Мэг Райан басады, және кино саласын жек көріп кетеді тіпті. Мэг Райан мектепте жақсы оқиды, сөйтіп универге Нью-Йорк қаласына түсемін дейді. Нью-Йорк негізі Мэг Райанның сүйікті қаласы. Және де сонда бір үлкен университетке журналистика факультетіне түседі. Дегенмен үйдің ақшасы бар, университеттің ақшасы бар. Әкесінен ақша сұраймайды, өйткені әкесі 3 баламен үйде отыр, шешесімен сөйлеспей кеткен. Сөйтіп ол қыз амал жоқтан жарнамаларға түсемін дейді. Өйткені оның жігіті болады бұл кезде. Сөйтіп жігіті кастингке барса әдемісің ғой дейді. Сөйтіп ол кастингке барады, бір кастингке барады, екіншісіне барады, бір жарнамаларда түседі. Сөйтіп продюсер, режиссерлердің көзіне түседі. Сөйтіп 20 жасында 1981 жылы оның актерлық мансабы басталады, бір қызықтан басталады. Кастингке келген Мэг Райан кастинг директорды байқап қалады. Сөйтіп бір түрі таныс сияқты арқасымен тұрды ол кісі. Сөйтіп бойы бұрылып қарағанда сөйтсе шешесі екен. Актер боламын деп үйден кетіп қалған шешесі актер бола алмай кастинг директор болуға тырысқан екен, және де кастинг директор ретінде өзінің қызын шақырып, солай қызына мансабын бастап берді. Прикиньте. Келесі жылы-ақ Мэг Райан 3 бірдей жобаға түседі. Оның бір ерекше бір жымиғаны бар. Соны режиссерлер көреді да, байқайды да, жобаларына тарта береді. Бірақ нағыз бір танымалдылық, бірінші толқыны танымалдылықтың 1986 жылы келеді. 1986 жылы Топ Ган, яғни үздік атқыш деген фильм шығады. Және де сол фильмнен кейін 3 адамның бағы жанады. Ол Мэг Райан, ол Вэл Килмер және Том Круз. Топ Ганның екінші бөлімі осы былтыр шықты, ол көрген шығарсыздар, самолеттер туралы. 1988 жылы ол DOA деген фильмге түседі. Фильмнің айтарлықтай бір ерекшеліктері жоқ, дегенмен онымен бірге түскен Деннис Куэйд деген актер, екеуі бір-бірін көріп, ғашық болып қалып, отбасы құрады. Деннис ол кезде кішкене вредный привычки дейді ғой, сондай бар. Және Мэг оған аналық тәжірибесі бар болғаннан кейін оны сол ямадан шығарып алып, кәдімгі жақсы бір отбасы құрайды. Тағы бір жылдан соң 1989 жылы Гарри Саллиді кездестіргенде деген фильм шығады, және де сол Мэг Райанды романтикалық комедиялардың ханшайымына айналдырады. Өйткені ол Америкада мысалы классикаға айналып кеткен фильм. Бізде біреулер көрген, біреулер көрмеген, өте күшті фильм, кеңес етемін. Және де сол фильмде Американың комедиялар жанрында ең танымал бір сахналардың бірі деп болып есептелетін мына бір сахна бар. Yes! 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 Oh! 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 Oh, God. Oh. 1990 жылы Мэг Райан тағы бір ерекше бір кездесуіне тап болады. Джо против вулкана, яғни Джо вулканға қарсы деген фильмде ол тұңғыш рет Том Хэнкспен бірге бір фильмде ойнайды, және де екеуі достасып кетеді. Америка халқы оларды жақсы көріп кетеді, сүйікті бір жұбына айналады америкалықтардың. Және де бұдан басқа тағы 4 фильмде бірге ойнайды. Ол 4 фильмнің екеуін ерекше атағым келеді. Ол Сиэтлдегі ұйқысыздар, не спящие в Сиэтле, және де вам письмо, яғни сізге хат келді деген фильмдер кәдімгідей бірге отырып, какао құйып, құшақтасып отырып көретін фильм. 8 мартты сөйтіп өткізгілерін келсе, осы 2 фильмді прям қоса беріңдер.
сөйтіп 90-шы жылдары Meg Ryan кәдімгідей бағы жанады. 10 жылдықта 16 фильмге түседі. 16 фильмнің бәрінде басты рөлде, мелодрамалар мен романтикалық комедияларда барлығы таниды. Бірақ 2000-ші жылдар келеді, болады ғой, бір 10 жылдық келеді, мына 20-ші жылы сияқты. Бір жаңа 10 жылдық келеді, бәрі күрт өзгереді. Тура сондай болды. 2000-ші жылы «Өмір дәлелі» деген фильмде ол Рассел Кроу деген актермен түседі. Рассел Кроу ол кезде жаңа ғана Оскар алған «Гладиатор» үшін жарық бір жұлдыз, оны бәрі қалайды, телефондарын қалдырады екен, қыздар бір мазалайды әйтеуір сол кісіні. Және де бір түсірілім кезіндегі үзілісте сол Рассел Кроу Meg Ryanға айтады, мен шаршадым дейді. Олар әйелдер өздері қалтама бір запискаларын тығады дейді, әйтеуір үйтіп кездескісі келеді, шаршадым дейді. Сол кезде Meg Ryan, мен сенің қалтаңа еш нәрсе салғым келмейді деп кішкене отшивать етеді ана кісіні. Намысына тиіп кеткен ба, білмеймін. Әйтеуір қырындай бастайды, сөйтіп екеуі жұп болып қосылады. Бұны бақ өкілдері бірден у-шу шығарып хайп жасайды. Және де Meg Ryan мен Деннис Куэйдтің жұбы тарайды. Және жұптан қалған жалғыз ұлы бар, Джек Куэйд, оны The Boys сериалын көрсеңіздер, танитын шығарсыздар мына кісі. Дегенмен жарты жылдан кейін Рассел Кроу екеуі де ажырасып кетеді. Өйткені бұл өте жаман поворот сюжетный. Рассел Кроу түсірілімде жүрген кезде түсірілім алаңындағы бір операторлар бар, сондай бір көмекшілермен бәс тіккен екен. Мен түсірілімнің соңына дейін мынаны жаулап алам деген. Сөйтіп бәстесіп, наспор жаңағы Meg Ryanның отбасының тасталқанын шықты. Meg Ryan оған ренжиді, әрине. Ренжіп, мен мына кісімен промо-турға қатыспаймын, яғни фильмді жарнамалағым келмейді деп айтады. 2006 жылы Meg Ryan анасына деген ренішін басу үшін Қытайдан бір қыз асырап алады. Ал 2009 жылы бір шағын ота жасайын деп, мен шайтан емес қой, енді кішкене қартайып жатқаны бар. Шағын ота жасайын деп, кішкене түрін құртып алады да киноға түсуді қояды. Сөйтіп 2000 жылдарда аса айтарлықтай бір үлкен жетістіктері болған жоқ ол кісінің. Дегенмен 2015 жылы ол «Головоломка» деген мультфильмде көрген шығарсыздар. Мына кісіні дыбыстайды және де режиссерлік мансабын бастайды. Әйгілі досы Том Хэнксті шақырып «Итака» деген фильм түсіреді. Биыл режиссерлікке қоса ол тағы өзін сценарист қылып көрмекші, сценарист жолын бастап жатыр. Биыл шығу керек фильмі. Оның атауы What Happened Later, яғни кейін не болмақ деген фильм. Онда ол басты рөлде ойнайды, өзі режиссер, өзі сценарист. Сондай 8 қырлы, бір сырлы тәте екен. Мен болдым.